Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мархабат. Осындай өте дәмді, жұмсақ сочниктің рецебімен бөлісетін боламын. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бөлме температурасындағы сары майға тұз, қаймақ қосып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Жұмыртқа, қант қосып тағы да араластырамыз. Илегіштен өткізілген міндетті түрде ұнды қосамыз. Жөп жұмсақ қамыр илейміз. Не осындай жұмсақ бізде қамыр шықты. Енді осындай менікіндей силиконовый коврикке немесе тақташаға қойып, қолмен басып, төрт піштетіп пласт жасап, содан кейін салфановый пакетке салып, шамамен 30 минут немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал ол уақытта біз салмасын дайындаймыз. Бізге творог қажет, қант және де жұмыртқаны қосып араластырамыз. Пюре езетін болса, солмен езіп, сонда бізде осындай салма дайын болады. Енді 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, ұнға аздап аунатып, содан соң қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Енді осындай ыдыстың көмегімен мен формалар кесіп шығамын. Қалған қамырды қайтадан салфан пакетке салып, осы сочниктер жасап болғанша тоңазытқышқа салып қоямын. Енді салмасын ортасына шамамен 1-1,5 ас қасықтай салып, осылай бүктейміз. Сексен градуста қыздырылған пешке шамамен, егер әсел пеш болса, онда 200 градуста 25-30 минутқа қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын және де сүтті қосып, осылай жағып шығамыз. Сочниктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.